Сәлеметсің бе балақай? Көңіл күйің жақсы ма? Олай болса, шаттық шеңберін бірге айтып көрейік. Қара достым, жан жаққа. Дайынсың ба сабаққа? Орнында ма қараңдар? Кітап, дәптер, қаламдар. Ойлан тап. Шөлде бар, суда жоқ. Көлде бар, буда жоқ. Бұл қандай әріп екен балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ö дыбысы. Бүгін біз Ö дыбысы және әрпімен танысамыз. Бұл Ö дыбысының бас және кіші әрпі. Өрмекші сөзі Ö дыбысынан басталады. Ö дыбысы кездесетін сөздерді атап көрейік. Өрік. Өрік тәтті жеміс. Өзен. Көз. Не байқадыңдар балалар? Ö дыбысы сөздің соңында кездесті ме? Жоқ. Ö дыбысы сөздің басында және ортасында ғана кездеседі екен. Қане, бірге созып айтып көрейікші. Ö. Ö жіңішке дауысты дыбыс. Оны қызыл түспен белгілейміз. Оқылым. Ö дыбысы кездесетін буындар мен сөздерді бірге оқып көрейік. Кө. Көрік. Көрік. Көлік. Көлік. Өр. Өрік. Өрік. Көмек. Көмек. Өс. Өмір. Көмір. Көз. Сөз. Бөз. Төз. Көктем. Бөдене. Өшіргіш. Өрмекші. Өнер. Көйлек. Өте жақсы. Қайталап оқып көр. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. Жазылым. Ö дыбысын алдымен ауаға, сосын дәптерге жазып көр. Жоғарыдан сопақша, 1, 2, 3, белбеу, 1. Кіші әріп 1, 2, 3, 4. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Орнымыздан тұрып, сергіп алайық. Иіліп, оңға 1, иіліп, солға 1. Жаттығу жасаймын. Оң аяқ, сол аяқ, жаттығу, оң аяқ. Жұмбақ шешіп көрейік. Бір әріп бар, кей бала айтамын деп бүлдірген. Оқимын деп шүлдірлеп, жолдастарын күлдірген. Бұл қай әріп? Дұрыс. Рррр. Жұмыртқадай дөңгелек, кетпейді бірақ дөңгелеп. Бұл қай әріп? Әрине. О. Әлде толған ай мекен? Әлде үрген шар мекен? Белінде бар белдігі? Бұндай әріп бар мекен? Дұрыс айтасың. Ö. Балалар, сендер байқадыңдар ма? Ö әрпі O әрпіне өте ұқсайды екен. Алайда белінде белдігімен ерекшеленеді. О, қандай дыбыс балалар? Иә, жуан, дауысты дыбыс. Сонымен балалар, бүгін біз Ö дыбысы және әрпімен таныстық. Ол жіңішке, дауысты дыбыс екен.
Сен бүгін сабаққа өте белсенді қатыстың. Жарайсың. Келесі кездескенше қош сау бол.